Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі тақырып қайталау сабағы рационал теңсіздік интервалдар әдісі. Сабақтың мақсаты рационал теңсіздіктерді интервал әдісімен шешу. Номер 19-да 5. Бірінші тапсырма. 3х квадрат азайту 5х қосу 2 бөлінген х квадрат азайту 9 үлкен немесе тең 0. Бұл рационал бөлшек теңсіздік. Бұндай теңсіздікті шешу үшін біз алдымен оны 0-ге теңестірейік. Содан кейін бөлшектің алымын және бөлімін жекелетіп 0-ге теңестіріп шығамыз. Алымынан алынған теңдеу квадрат теңдеу болып табылады. Оның түбірлерін табу үшін алдымен дискриминантты есептейміз. Дискриминант тең болады минус 5-тің квадраты минус 4 көбейту 3 көбейту 2. Минус 5-тің квадраты 25, 4 көбейту 3 көбейту 2, 24. 25 минус 24 1-ге тең. 1-дің квадрат түбірі 1-ге тең екенін білеміз. Енді түбірлерін табуға көшейік. x1 5 қосу 1 бөлінген 2 көбейту 3. Жауабы 1-ге тең. Екінші түбірді есептейік. 5 азайту 1 бөлінген 2 көбейту 3. Шығады 6-дан 4, оны қысқартсақ 3-тен 2. Келесі теңдеуге көшейік. Х квадрат азайту 9 тең 0. Бұл толымсыз квадрат теңдеу. Екінші коэффициенті 0-ге тең. Бұндай теңдеуді шешу үшін алдымен минус 9-ды теңдеудің келесі жағына көшіреміз. Х-тің түбірін табайық. Ол үшін квадрат келесі жаққа плюс-минус квадрат түбір болып ауысады. Ал 9-ның квадрат түбірі 3-ке тең. Яғни плюс-минус 3. 2 сан болғандықтан оны жеке жазайық. 3-ші түбір минус 3-ке тең, 4-ші түбір 3-ке тең. 4 сан шықты. Сондықтан да координаталық түзудің бойынан 4 нүкте белгілейік. Осы 4 санның ішінен кішісін таңдайық. Ол минус 3. Және өсу ретімен таңдап шығайық келесі сандарды. 3-тен 2, 1 және 3. Осы сандарды координаталық түзудің бойынан сол жағынан бастап өсу ретімен орналастырып шығайық. Алдымен минус 3, 3-тен 2, 1 және 3. Осы нүктелер бояла ма, әлде боялмай ма, оны анықтау үшін осы түбірлерді зерттейік. 1 және 3-тен 2 деген түбірлер бірінші квадрат теңдеуден алынған. Ал бұл квадрат теңдеу теңсіздіктің алымында орналасқан еді. Алымындағы теңдеудің түбірлері теңсіздіктің таңбасына назар аудару қажет. Теңсіздіктің таңбасы қатаң емес. Ал қатаң емес болған жағдайда нүктелер боялады. Сондықтан да 1 мен 3-тен 2-ның нүктелерін біз бояймыз. Келесі нүктелер, олардың мәндері 3 және минус 3.
олар екінші теңдеуден алынған, ал екінші теңдеу теңсіздіктің бөлімінде орналасқан. Теңсіздіктің бөлімінен алынған түбірлердің нүктесі ешқашан боялмайды. Сондықтан оны ашық күйде қалдыра береміз. Енді аралықтарына таңбаларды қойып шығайық. Оң жақтағы аралық 3-тен плюс шексіздікке дейін. Ол үшін сан таңдау қажеті жоқ, себебі бұл бөлшектің алымында да, бөлімінде де бірінші коэффициенті плюс таңбасына ие болатын квадрат теңдеулер. Сондықтан да бірінші аралыққа плюс таңбасын қоямыз. Барлық 4 түбір бір-бірден кездеседі. Сондықтан да келесі аралыққа көшу үшін біз жай ғана оның таңбаларын ауыстырамыз. Плюстан минуске, минустен плюске, ары қарай минус және плюс. Теңсіздіктің таңбасы үлкен болғандықтан, ал үлкен кезінде біз плюс аралықтарын штрихтайтынын білеміз, сондықтан сол аралықтарды штрихтап шығайық. Енді жауабын сан аралық түрінде жазайық. Минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, 3-тен 2-ден 1-ге дейін, осы екі санды қоса алғанда, және 3-тен плюс шексіздікке дейін. 3-тен 2 және 1 тік жақшаға алынды, себебі нүктелер бой алынған. 9-да 5-тің екіншісі. Минус х квадрат минус 5х плюс 6 бөлінген х квадрат азайту 4 кіші немесе тең 0. Бұл теңсіздікті өздеріңіз шешесіздер. Бірақ не нәрсеге аудару қажет көңілімізді. Оның алдындағы бірінші есептің ережесін қолдану үшін алымындағы бірінші коэффициенттің таңбасы плюс болу керек. Біздің жағдайда минус тұр. Сондықтан да біз теңсіздікті минус 1-ге көбейтіп шығайық. Бұл минус 1 теңсіздіктің алымына ғана көбейтіледі. Алымындағы таңбалар ауысты. Бөлімі өзгеріссіз қалды. Теңсіздіктің таңбасы да өзгереді. Кішіден үлкенге. Содан кейін осы теңсіздікті бірінші мысалға сүйеніп шешіп көріңіздер. Өздік жұмысы. Номер 19-да 5-тің 2-ші, 3-ші, 4-ші тапсырмалары.